Өткен ғасырда Мырзашөл өңірінде тұрған кісілердің Ешмет молданы білмейтіні кем-де-кем шығар. Ол кісі ел-жұртқа қасиетімен танылған молда болған. Бұхара, Самарқан, Хиуа, Қоқан, Ташкентте діни ілім алған. Өмірінің 25 жылын ілім алуға жұмсаған. Кеңес үкіметі тұрғанда діни ұстаным үшін сотты да болған. Менің апайым Ешмет молданың үйіне келін боп түскен еді. Құда болған соң Ешмет ақсақал біздің үйге жиі келіп тұратын. Бір қызығы, ол кісі ауылға қайтамын деп, кеш қараңғы түскенде жолға шығып кете беретін. Ешмет ақсақалдың ауылы көрші ауданда тұратын. Ол кезде қазіргідей көлік те көп емес. Ата-анамның кеш болып қалды, көлік шықпай жолда қиналасыз. Одан да бүгін осында қонып, ертең күн жарықтық айтыңыз дегеніне, мен үшін алаңдамаңдар, мен әп-сәтте үйге жетіп алам деп кете баратын. Расымен де, кейін үйге апайым не жездем келгенде, сол күні кеш кетіп еді, қиналмай жетіп пе деп сұраса, арасы 2 сағаттан соң үйге жеткенін, біреудің үйге дейін көлікпен жеткізіп салған айтатын. Ондай жағдай жиі қайталанатын. Кейін ол кісі кеш қайтса да, ата-анамыз алаңдамайтын болды. Жазғы демалыс болатын. Сондықтан әпкемнің үйіне барсам деп жүргем. Бірақ ол жаққа жолы түсіп тұрған кісі кезікпей-ақ қойды. Сөйтіп жүргенде, бір күні Ешмет ақсақал үйге келді. Енді сол кісімен еріп кетіп, әпкемнің үйіне баратын мүмкіндік туды. Үлкендер тамақ ішіп отырғанда, мен үйге кіріп шығып жүргем. Ондағы ойым, сәтін тауып апама, мына кісіге мені ертіп кетуін айтыңыз, деп сұрау болатын. Дастархан басына бармай, апамның арқа тұсына келіп отырдым. Бір кезде Ешмет ақсақал, сен біздің үйге бармақшы болып отырсың ба? Деп сұрады. Оған апам жауап берді. Кейін менің баратынды сіз айттыңыз ба деп сұрасам, апам ол жайлы сөз қозғауға үлгермегенін айтты. Сонда ол кісі менің барғалы жүргенімді қалай білді екен? Бұрынғы әдетінше Ешмет ақсақал жолға кеш болғанда бірақ шықты. Мені қасына ертіп алды. Күре жолдың бойына шыққанша өсиет айтып барды. Мен ол сөздердің бәрін мақұлдап бас изеумен келем. Біз жол бойына жеткенде алагеуім қараңғылық басталған еді. Жолдың екі бағытына да көлік көрінбейді. 15-20 минуттай тұрған шығармыз. Маған ол өте ұзақ болып сезілді. Ішімде көлік шықпай үйге қайтатын шығармыз деген күдік пайда болды. Мен ойлап үлгергенше, ойымдағыны оқып болғандай, уайымдама, қазір көлік келеді. Әне-міне дегенше үйге жетіп аламыз. Кете алмай қаламыз деп қорықпа, деді. Ол кісі сөзін аяқтаған сол еді, қарсы бағытта бір көлік пайда болды. Біздің қасымыздан өтіп барып, кері болып келіп, біздің алдымызға тоқтады. Көлігінен шығып, Ешмет ақсақалмен амандасты. Соған қарап, таныс екен ғой деп қуанып қалдым. Көлік иесі Ешмет ақсақалдан қайда баратын сұрап, машинаға отыруымызды өтінді. Ақсақал машинаның алдыңғы орындығына жайғасты да, артқы орындық толықтай менің еншіме тиді. Көлік жүрген соң Ешмет ақсақал шопырдан аты жөнін тегін сұрастыра бастады. Алайда ақсақал көлік жүргізушісін де арғы аталарын да танымайтын болып шықты. Сонан соң жігіт ағасы Ешмет ақсақалдан жөн сұрады. Мен Ешмет деген молда болам деді. Шопыр жігіт Ешмет ақсақалды сырттай білетін айтты. Солай әңгімелесіп отырып, ауылға қалай жетіп қалғанымызды аңғармай қалдым. Ауылға жеткен соң ақсақал осы маңнан түсіріп кет деп еді, шопыр үйіңізге дейін апарамын деп, қалай жүру керектігін сұрады. Сөйтіп айналасы 1,5 сағаттай уақытта Ешмет ақсақалдың үйіне жетіп алдық. Күнде суға шомылып, бақтан алма ұрлап, әпкемнің үйінде 10 күн жүрдім. Біздің ауылға баратын адам болса, енді мені үйге қайтармақ болып жүрген. Бір күні түс мезгілінде сырттан өрт болып жатыр деп айғайлаған дауыс естілді. Үйде отырған бәріміз далаға жүгірдік. Есік алдына шықсақ, көршілердің әпкелерінің қорасымен жапсарлас орналасқан қорасы өртеніп жатыр екен. Өрт әпкемнің үйінен қорасына қарай жылжып келеді. Енді сәлде әпкелерінің қорасына өтеді.
Бір кезде Ешмет ақсақал саты қойып қораның үстіне шықты да бірдеңе оқи бастады. Қолында қысымдап алған топырақты бірнеше мәрте үшкіріп оттың алдына шашып жіберді. Құдайдың құдіреті! Әпкемдердің қорасына қарай келе жатқан от бағытын өзгертіп кейін қарай кетті. Көрші үйдің қорасы жиған шөбі түгелімен өртке оранды. Асықпай жеткен өрт сөндірушілер жанып бітуге жақын қалған өртті сөндірді. Кейін өрттің қалай кері қайтқанын сұрағанда, Ешмет ақсақал өртке қарсы дуа оқып, оттың бағытын өзгерткенін айтты. Айтуынша, ондай дуа өте ауыр болады екен. Ондай дуаны оқығанда адам өте көп энергия жоғалтады. Егер күші жетпесе, оқыған адам өліп кетуі де мүмкін. Сондықтан өз күшіне сенбесе, ондай дуаны кім көрінген оқи бермейді екен. Мен ол кезде 7-ші сыныпта оқитын бала едім. Кейін есейгенде ол кісінің талай отбасын дуаның күшімен ажырасудан алып қалғанының куәсі болсақ, ол кісі дуаны тек қайырымды іске ғана қолданатын еді.